куәлік. Раббың кім? Жаратушы бір Алла. Солай дейді қасиетті Құранда. Құран деген Құдай сөзі емес пе? Оны мәңгі сақтап өтем мен есте. Дінің қайсы? Хақ ислам, дінім әрі тірегім, ақиқат дін, осы екен деп білемін. Өкінбесем, бұл жалғанға келгенге, бір Алла деп соғып өтсе жүрегім. Пайғамбарың кім? Таппастан күнде тыным, түнде тыным, ұмытпайық құлшылықтың үлгетім. Пайғамбарым Мұхаммед мен ендеше, салаллаху алейхиссалам үмбетімін. Кітабың не? Кітабым қасиетті Құран кәрім, жүрегіме жаққан иман шырағдарын, жұмаққа бастап бізді тұр емес пе? Тура жолын көрсетіп бір Алланың. Мұсылмансың ба? Әлхамдулиллах, мұсылманмын. Хақ тағалам қолдайды қысылған күн. Алланың өзі сөзі растығын түсінерсің, кеудеден жан ұшырған күн. Дәлелің бар ма? Ашхаду алла илаха илла Аллах, уа ашхаду анна Мұхаммедтан ғабдуху Расулаллах. Шахадатымды жаңылмай айтсам осылай, махаббатыңа бөлек мені тұрасың хақ. Мағынасы не бұл сөздің? Алладан басқа тәңір жоқ. Мұхаммед оның елшісі, Алладан түскен әмір боп, куәлік пенде еншісі.